Предки этих людей – уроженцы села Карыл Бахчисарайского района. Они впервые собрались на встречу односельчан. Карыл – исчезнувшее село, поэтому встречу провели в соседнем селе Отарчык. Инициатива провести встречу односельчан принадлежит Эльмас Аджимамбетовой, чьи корни тоже отсюда. Бір күн стол башында лаф еттік, белки Қарылда жиылмаға, топлашмаға. Мен бұл фікірні елдім, бұйықлерден ақылданыштым. Ве илян бердім, адамлар топлаштылар. Мен белемедім өле чоқ адамлар келгенні. Стариков, родившихся в Карыл, практически не осталось, но их дети и внуки помнят рассказы о родном селе. Карыл көйінде 102 хоранда оған, яқшы да топырақлары күшілі оған, бақ-бақшылар яқшы олған, азырымыз баранда, мектеп олған, башқалыш 4 сынып жамisi олған. Карыл көйі жоқ, 74 сенесі, анда қалған бір-екейлер бар еді, 79-ы тамам еді бітірділер епсіні. Мен бірінші Қырымға 72-ші жыл кегенде, мені о вақытты уже бабам рахметлі оған еді. Біз келдік Албат көйіне, о вақытты автобустан, сон жаяу Албаттан Қарылға жаяу шыққан едік. Бұтын ерлерін көрсетіп вақытты, емжім рахмет olsun, жанынан ерде бияз дұт дірегі бар еді. Оны Стамбул дұты дейкендер. Мына дұт, мына біздің еліміз мына бұл ерде еді деп көрсеткен еді. О дірек уақытты тұрайды да. Құбедін өжа еді қарбабаммады, Қарылда доған. Мұнда нетіп, сон ожалық япқан, Албат көйіне, Küçük Şirin Malasadov'u bu etrafta ocak yapan. Evet, Karıl Köyü Töpelik'te yerleşken, onun adı da onda aşağılarda Karıl ise de anda Karturayken, onun için de adı Karıl'dır. 92 senesi көчкенде bir ekkere abile oturuşlar neme oğan edi. O vakitte şu Karıl Aziz'in yanına tepede bayağı bir ebet adamlar var edi. O biz bilgen adamım şimdi çoksa yok. Hepsi rahmetli olup gitti. Şimdi bu yanı nesil. После депортации крымских татар село Карыл переименовали в Подлесное. Сюда завезли новоселов. А в конце 70-х село опустело и было разрушено. Единственный уцелевший памятник села Карыл – знаменитый источник Карыл Азиз. Карыл Азиз, işte camisi var idi. Su akaydı içine. Gelen hasar, onlar içse olaydı varıp. Suları şifalıydı. Şifalı suları, evet. Первая за долгие годы встреча односельчан, выходцев из Карыл, прошла весело и душевно. Для гостей приготовили разные угощения и пригласили музыкантов, которые исполнили любимые народные песни. Организаторы обещают, теперь эти встречи будут ежегодными.